Сәлем достар, мен сіздермен өте нәзік болып пісетін өте оңай пирогтың рецептісімен бөлісемін. Ең алдымен ыдысымызға 3 жұмыртқаға 13 қасық қантты салып, жақсылап араластырамыз. Жақсылап араластырып болғаннан кейін 12 қасық сұйық май саламыз да тағы да жақсылап араластырамыз. Келесі кезекте 12 қасық сүтті салып, оны да жақсылап араластырамыз. Одан кейін 13 қасық ұнды ситадан өткізіп саламыз. Пирогты әдемі болып көтерілу үшін міндетті түрде осылай жасаңыздар. Қопсытқыш қосуды ұмытпаңыздар. Жақсылап араластырып, алдын ала қызып тұрған 180 градус пешке салып 30-40 минут шамасында пісіріп аламыз. Міндетті түрде дайындап көріңіздер, аз болсын.